Сәлеметсіңдер ме балалар? Ана тілі сабағын бастаймыз. Балалар, суретке зер сала қарайықшы. Суреттегі заттар қандай дыбыс шығарады? Дұрыс айтасыңдар. Мысық мияулайды, су сарылдайды, машина гүрілдейді екен, иә? Енді балалар, мына жерде әріптер беріліп тұр. Әріп дегеніміз не, балалар? Әріпті көзбен көріп тұрмыз, иә? Осы әріптерді дыбыстап айтайықшы. А, Т, П, О. Әріптерді дыбыстағанда балалар, құлағымызбен естиді екенбіз, иә? Осыдан қандай қорытынды шығарамыз? Дұрыс айтасыңдар. Әріпті көзбен көреміз, дыбысты естиміз. Олай болса, балалар, бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы дыбыстар мен әріптер. Оқулығымыздағы бірінші жаттығуды ауызша орындайық. Айналамыздан қандай дыбыстар естуге болады? Суретке қарап ауызша айтып шығайық. Жарайсыңдар, балалар. Олай болса, келесі жаттығуға көшейік. Оқулығымыздағы екінші жаттығуға назар аударайық. Мәтінді тыңдайық. Дыбыстар. Қоршаған ортада түрлі дыбыстар естіледі. Судың сылдырын, құстың сайрағанын, ұшақтың гүрілін естиміз. Ал тіл дыбыстары бұл дыбыстардан өзгеше. Тіл дыбыстары арқылы сөйлейміз, ойымызды жеткіземіз. Балалар, осы мәтін бойынша мына сұрақтарға жауап беріп көрейікші. Бірінші сұрағымыз: тіл дыбыстарының басқа дыбыстардан өзгешелігі неде? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Тіл дыбыстарының басқа дыбыстардан өзгешелігі тіл дыбыстары арқылы сөйлейміз, ойымызды жеткіземіз. Олай болса, келесі сұраққа жауап іздеп көрейік. Су, тіл, құс сөздеріндегі дыбыстардың орнын ауыстырып айтып көрейік. Сөз мағынасын түсіндің бе? Мысалға, су сөзіндегі дыбыстарды ауыстырсақ, ус. Не байқадыңдар, балалар? Сөз мағынасы түсінікті болды ма? Жоқ. Сөздің мағынасы түсініксіз болып қалды. Демек, балалар, сөздегі дыбыстардың орнын ауыстырғанда сөз мағынасы түсініксіз болып қалады екен, иә? Кей жағдайда сөздің мағынасы мүлдем өзгеріп кетеді. Оқулығымыздағы мына ережені оқып есімізге сақтап алайық. Сөз дыбыстан құралады, дыбыстарды айтамыз, естиміз. Дыбыстар жазуда әріппен таңбаланады. Әріптерді көреміз, жазамыз. Үшінші жаттығуға назар аударайық. Берілген сөздерді көшіріп жазып, сұрақтарға жауап береміз. Сөздер неден құралған? Берілген сөздерде неше әріп, неше дыбыс бар? Иә, дұрыс айтасыңдар, сөздер дыбыстан құралады екен. Ай сөзінде 2 әріп, 2 дыбыс бар. Жаттығуды жұмыс дәптеріне орындаймыз. Келесі тапсырма бойынша берілген әріптерден сөз құрап айтайықшы. Дұрыс айтасыңдар, берілген әріптерден ата, ат, апа, от деген сөздер құрауға болады екен. Балалар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта не білдік? Дыбысты естиміз, әріпті көреміз және жазамыз. Дыбыстан сөз құраймыз.
Балалар, бүгінгі сабаққа тамаша қатыстыңдар. Жарайсыңдар. Сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңдар. Келесі кездескенше.